Теперь 20 лицо у нас, 17 это во всех областных центрах и 6 малых городов. Ішкі істер министрлігіне ұлттық қоғамдық сенім кеңесі мүшелері келді. Министр Ерлан Тұрғынбаев кеңес мүшелерімен кездесіп, ведомствоның жұмыс жүйесімен таныстырды. Сервистік модельге көшу, цифрлық технологияларды енгізу, жұртқа жақын полиция, полис 102 қосымшасын пайдалану туралы ақпараттар берді. Сондай-ақ сотталғандарға арналған электронды білезіктердің тиімділігін көрсетті. Аталмыш білезіктің көмегімен сотталғандардың қозғалысын арнайы гаджет арқылы бақылауға болады. Здесь история его передвижения показывает. Вот она, где он был, полностью, получается, показывает. Сонымен қатар ұлттық кеңес мүшелері полиция қызметкерлерінің жұмысының нәтижесімен танысты. Еңбек кәсіпорнында сотталғандар қолымен жасалған өнімдер көрсетілді. Президентіміздің айтқан бастамалары, жолдауда айтқан жолдауларының орындалып жатқаны қуантарлық іс. Бұл министрлік тарапынан толық 100% орындалып жатыр екен, оған көзіміз жетті. Және айтып жатырмыз ғой, қауіпсіз аймақ, қауіпсіз қала және барлық еліміздің тұрғындарының қауіпсіздігі бірінші орында деп. Соған жағдай жасалынып жатқаны біз көзіміз жетті жаңа. Бүкіл елді, мысалы, Нұр-Сұлтан қаласы болса, бүкіл елді мекендерге камералардың қойылып, сол камералардың осы МВД-мен тұрақты түрде бақыланып тұрғаны қуантты. Ерлан Тұрғынбаев өз кезегінде министрлік қызметі және ведомство жұмысындағы өзгерістермен бөлісті. Ол қазіргі уақытта ішкі істер министрлігі халыққа электрондық форматта көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің деңгейі 95%-ға жеткізілгенін атап өтті. Олардың ішіндегі ең кең таралғаны көлік құралдарын банктердің мобильді қосымшалары арқылы рәсімдеу және тіркеу. Ведомство басшысы өзге де атқарылған жұмыстарға тоқталды. Еститін мемлекет құру мақсатында ішкі істер органдарының қызметін ұйымдастыру өзгертілді. Барлық аймақта азаматтарға арналған қабылдау бөлмелері ашылды. Онда халыққа консультативтік көмек көрсетілді. Әлеуметтік желімен жұмыс күшейді. Фейсбукта барлық басшылардың жеке аккаунттары ашылды. Азаматтарды қабылдау тәртібі өзгерді. Енді барлық деңгейде басшылар азаматтарды апта сайын қабылдайды. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі мүшелерінің дені басқосуға онлайн форматта қосылды. Министр баяндамасынан соң сауалдар қойылып, өз пікірлерін білдірді. Жыл басында президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесімен өткен 5-ші отырыста нақты тапсырма берген болатын. Олар ішкі істер министрлігіне белгіленген жоспар аясында келіп, оң өзгерістерге өз бағаларын берді. Шындығында да министрлік тарапынан өзінің кіріспе сөзінде де айтып өттім, тағы да қайталап өтейін, үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Оны біз өз көзімізбен көрдік, біраз нәтижелермен өзіңіз айтып отырсыз, ол нәтижелерді айту ерте деп ерте емес. Меніңше ол жұмыстарды қазірдің өзінде жұртқа көрсете беру керек, сарапшылармен бөлісе беру керек, қандай маңызды жұмыс атқарылып жатқандығы жөнінде, жаңа колониялардың салынып жатқаны, бұл да меніңше посткеңестікте көп мемлекеттер онда жұмыспен айналысып жатқан жоқ мысалға.